Номер телефона. Анау, иә. Енді Сазбарда. Сіздікі анау. Хамиттің бер жағында емесің? Жоқ, Хамиттен кейін. Кейінгі ма? Екеу. Sevdik ба? Жақсымыз, басса берейік. Ерде басса ерде. Саламатсыздар ма, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Мен Қызылорда қаласы Бейкөкет әкімі аппаратының бас маманы Қуанышбаев Бақытбек боламын. Бүгінгі күнгі ашық жиналыста біз Қызылорда қаласы маңында Қызылорда 6-шы кен орнында орналасқан Бегімбай Б жеке кәсіпкердің кірпіш зауыты үшін атмосфераға ластаушы заттардан рұқсат етілген шығарындылары нормативтердің жобасын талқылаймыз. Әуелі қоғамдық тыңдауға өткізу регламентін бекітіп алсақ, регламент бойынша бірінші қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу, бұл жаңа өткізілді ғой, келісілген уақытта қоғамдық тыңдаулардың ашылуы, баяндамашылардың сөз сөйлеуі, баяндамаларды талқылау, баяндамалар бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулер мен ұсыныстары тыңдалады. Баяндамашылар өз кезегінде қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулер мен ұсыныстарына жауап береді. Қоғамдық тыңдауларды қорытындылау. Регламентте бекіту туралы қатысушылардың шешімдері қарсы емеспіз ғой? Қарсы емеспіз. Қарсы қалыс қалғанда жоқ деп есептейміз. Енді кезекте ұсыныстарыңыз болса, көпшілік дауыспен хатшыны таңдауға дейін Жүзіпова Гүлназды хатшыға таңдасақ. Қарсы емессіздер ғой? Қарсы қалыс қалғанда жоқ. Енді баяндамаңызды бастай беріңіз. Саламатсыздар, құрметті қоғамдық қатысушылар. Мен есімім Жүсіпова Гүлназ. Жеке кәсіпкер экономика мекемесінің атқармалы осы жобаны әзірлеушімін және бүгінгі баяндамамен таныстырып өтейін. Бүгінгі жиынның басты мәселесі Қызылорда қаласы маңында Қызылорда 6 кен орнында орналасқан Бегімбай жеке кәсіпкерлік кірпіш зауыты үшін атмосфераға ластаушы заттар рұқсат етілген шығарылған нормативтер жобасы, оған қоса қоршаған ортаны қорғау жобасы, сондай қалдықтарды бақылау бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы және де қоршаған ортаны қорғау жоспарланған іс-шараны талқылау болып табылады. Кірпіш зауытының Қызылорда қаласы шегінде Бірқазан станциясында Қызылорда 6 кен орнында Бірқазан станциясынан 2-де 910 км қашықтықта орналасқан. Ең жақын су айдыны Сырдария өзені, ол 3-те 415 км қашықтықта орналасқан. Мүлік аумағында тарихи мәдени мұра объектілер жоқ, оның ішінде сәулет археология объектілер жоқ. Жобаланған нысан ерекше қорғалған табиғи аумақтарда және мемлекеттік орман қорғалған жерлерден тыс жерде орналасқан. Нысан аумағында Қазақстан қызылықтарына енген өсімдіктер мен жануарлар түрлері жоқ. Жасыл аумақтан жоқтығына байланысты бұзу қарастырылмай отыр. Өндіріс орны Бірқазан станциясы, Қызылорда 6 кен орны Қызылорда қаласын Бірқазан станциясы оңтүстік батысқа қарай 2 км қашықтықта орналасқан. Атмосфералық ауаға алдын ала есептеулер бойынша жұмыс түрлерін жүргізу кезінде 13 көзі ауа ластаушы табылды, оны 3-і ұйымдасқан, оны ұйымдаспаған болып есептеледі. Жоба бойынша 2025 пен 2034 жылғы аралығында жобаланып отыр. Жылдық мөлшері 45-те 303 тоннаны құрап отыр. Жобада бірқатар экологиялық іс-шаралар қарастырылып, олар шаң мен басу мүмкіндіктері бар. 6004 пен 6007 көздерін 70% сумен басу, және де 2 пеш 002 мен 003 көздерді күл ұстау шаны 80%-ға ұстайтын құбырлармен жабдықталған. Осымен қатар Қызылорда қаласының Бірқазан станциясы Қызылорда 6 кен орны кірпіш зауытының құрылыс жобасы бойынша құрылыс кезінде зиян заттардың мөлшері 0,386 тоннаны құрап отыр. Атмосфералық ауадағы зиян заттардың жер бетіне концентрация есептеу нәтижесі бойынша ауа бассейн ластауы тек объекттің аумағында болады және бұл ауданның экологиялық жағдайына айтарлықтай үлес қосылмайды деп қорытынды жасауға болады. Жоспарланған жұмыстар адамның өмірі мен денсаулығына айтарлықтай әсер етпейді. Су көздеріне келетін болсақ, пайдалану кезінде суды бөтелке немесе бөтелкемен тасымалданып, және де өндіру кезінде техникалық процеске және жұмыс персонал тұрмыс қажет қамтамасыз үшін техникалық су және ауыз су қажетті тасымалдау арқылы жүзеге асырылып отырады.
Бұған қоса Қызылорда қаласының Бірқазан станциясы Қызылорда 6 кен орны кірпіш зауыты құрылыс жобасы бойынша тұрмыстық қажеттіліктер үшін 129,6 текше метр суды пайдаланады, ал өндірістік қажеттіліктер үшін 583-те 2 текше метр суды пайдаланып отырады. Өндірістен түтіну қалдықтарына келетін болсақ, қалдықтардың түрлері аралас коммуналды қалдықтар, кірпіш сынықтары, күл қалдықтар, электрод қалдықтары. Бұлар өндірістік кезден 2025-34 жылғы аралығында жылдық мөлшері 57-31 тонна қалдықты құрап отыр. Бұған қоса, жоғарыда айтып өткенде, жұмыс жобасы бойынша жұмыс кезінде 0,151 тонна қалдықты құрайды. Қалдықтар жинақталуына қарай олар контейнерлерге жиналады және қауіпті қалдықтар өңдеуге залалсыздандыру кәдеге жаратуға жоюға лицензиясы бар үшінші тарап ұйымдарға шарт негізінде беріліп отырады. Жазатайым оқиғалардың ықтималдығы жоспарланған қызмет объектісін технологиялық нұсқауларға сәйкес пайдалану ластаушы заттардың атмосфераға ағынды және авариялық шығарындылар болу мүмкіндігін болдырмайды. Жобада қоршаған ортаға антропогендік әсерді барынша азайту бойынша бірқатар шаралар қарастырылған. Осы шараларды ескерген жағдайда ғана қоршаған ортаға айтарлықтай әсер ету көзделмейді деп есептеуге болады. Осымен баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңыз бар болса? Сұрақтарыңыз? Ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз? Так, менің сұрағым бар. Аты жөніңізді айтып жүрсіз? Нұржан Бақыт. Кім? Нұржан Бақыт. Нұржан. Мен сол Бірқазан ауыл тұрғынымын. Ол іргемізде салынып жатқан осы кірпіш зауытқа бәріміз қуанып жатырмыз. Кірпіштен әрқашан да келген құрылыс деген тоқтамайтын не ғой. Бір жағда қуанып жатырмыз. Осы жерде енді біздің бір сұрағым, ауылдың тұрғындары жұмыс жүрген жастарға жұмыс бола ма екен осы жерде? Сол мен кричармен. Өте орында, расында сол жүзеге мекен болғаннан кейін жергілікті тұрғындардан бірінші жұмысқа тартылады. Құдай қаласа, бірақ та сол квалификациясы бізге керекті азаматтар болатын болса, оны алуға дайынбыз. Мамандыққа сәйкес. Иә, мамандыққа да сәйкес. Тағы. Сұрақтар ұсыныс. Тілеу салма. Фамилияңыз айтыңыз. Тілеу салма. Жұмыстарымыз салғаласып жүріп кетіп жатса, әлеуметтік жағдайды жақсартуға көмектесуге дайынсыз ба? Орынды сұрақ. Расында Құдай қаласа, жүріп кетіп жатса, заводымыз тұрып. Әрине, осы жергілікті халыққа көмек ретінде осы әкімгершілікпен тығыз байланысты отырып, осы кісілермен мәжбүраттарды, осы тұрғындардың жағдайларын біліп отырып, осы кісілермен бірге жұмыс істеуге дайынбыз, көрсетуге де дайынбыз. Тағы сұрақ бар ма? Департамент. Роспроектімен қайтадан айтып жүріңізші? Роспроектімен не қарастырылған? Роспроектімен осы екі пеш қарастырып отыр. Новый объект, барлығы новыйдан қара жерге салынып жатқан, Роста жаңадан салынған екі пеш, салынатын екі пеш, и соның қасында жаңа смесителер, бәрі Роста қарастырылған объект. Жоқ. Бұрын ешқандай экологиялық құжаттар жасалмаған. Жаңадан ашылып отыр. Жаңадан, иә. Осыдан жоқ, былтыр просто карьерді ғана жасадық. Оған разрешение бөлек алынды. Енді рабочий проектісі осы жасалып, енді қазір экспертиза ұсынылып отыр. Газ жақпа? Көмірмен жағып кетсіздер? Біздің негізі біз өзіміз газды болса, әрине газбен жақсы болар еді, бізге де тиімді болар еді бір жағынан. Но ол өлкеде қарастырғанда мынау қатынаста жазғанбыз, ол маңайда әзір газ тарабынан газ жоқ. Егер де болып жатқан жағдайда әрине оған біз дайынбыз. Проектіге письмо қосылды Қазтрансгаздан. Ол жолмен пока әзір газ. Я бар, проекті де бар, қосылды.
тағы қандай сұрағың? Басқа сұрағым жоқ. Рахмет. Рахмет. Управление. Алман. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Рахмет. Рахмет. Енді сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болмаса, осымен біз баяндамамызды қоғамдық тыңдау ережесіне барлық ережеге сай өтті деп есептейік. Қатысқандарыңызға рахмет. Сіздерге де рахмет.